қазір біздің бүгін өтетін тақырыбымыз ол тотығу тотықстану реакциялары. Тотығу тотықстану реакциялары дегеніміз басқа реакциялардан айырмашылығы олардың электрон алмасу арқылы жүретін реакциялар еді. Жаңа айтқандай. То есть бізде басқа реакциялар просто заттардың қосылуы арқылы жүрсе, қандай да бір байланыстар түзіліп кетіп, ал именно тотығу тотықстану реакциялары ол электрон алмасу арқылы жүретін реакциялар. Электрондар дегеніміз бізде теріс зарядталған атомның ішінде болатын заттар еді, минус зарядталған. Оны біз осылай Е деп белгілей салатын едік. Окей, енді электрон алмасу процесі жүріп отыратын болса, ол реакцияда бізде қатарынан екі процесс бірге жүріп отырады. Ол процесстерді біз тотығу процесі және тотықсыздану процесі деп бөлеміз. Олардың айырмашылықтары неде? То есть электрон алмасу үшін бізде бір зат сол электронды беру керек, и екінші зат сол электронды алу керек. То есть екі процесс электрон беру процесі и электронның алыну, яғни қосылу процесі. Сонда біз электронды беретін элемент, осы электронды беру процесі бізде тотығу процесі деп аталады. Электрон бір заттан шықса, ол процесс тотығу процесі. Ал электронды өзіне қабылдап алатын болса, ол біз тотықсыздану процесі деп атаймыз. Тотықсыздану. Енді, біз тотығу және тотықсыздану процестерінің айырмашылықтарын айттық. Бірақ олардың атаулары да басқа болады. Мысалы, электрон беру процесі, тотығу процесі деп аталғанымен, бұл электрон өзі, осы беріп тұрған электрон, ол тотықсыздандырғыш деп аталады. ТСШ. Ал өзіне қабылдап алған электрон тотықтырғыш. То есть, сол заттың атауы бөлек, и жүріп жатқан процестің атауы бөлек. И в основном солар бір-біріне қарама-қарсы болады. Енді тотығу тотықсыздану реакциясына бірінші кірмес бұрын біз тотығу дәрежесі деген түсінікті білуіміз керек. Яғни тотығу дәрежесі дегеніміз ол иондарды сіздер білесіздер ғой, мысалы мынау кестенің өзінде қанша ион бар, үстінде плюс зарядталған иондарымыз, шетінде минус зарядталған, яғни аниондар, и олардың осы үстінде тұрған зарядтары и оның жанындағы сандар, мысалы мен белгілеп қойдым барий 2+ деп, ол соның тотығу дәрежесі деп аталады. То есть валенттілік және тотығу дәрежесі деген түсініктер бір-біріне ұқсас, и оларды шатастырып алмау керек. Біз білеміз, валенттілік ол өзіне қанша атом қоса алатын қабілеті болса, ал тотығу дәрежесі оның электронды қосып ала алу немесе бере алу қабілеті деп айтамыз. Окей, енді бізде тотығу дәрежелері тұрақты тотығу дәрежелері бар. Көбінесе осыны көрсетеді деген. И тұрақсыз әртүрлі тотығу дәрежесін көрсететін элементтер тоже болады. Сонда біз былай жасаймыз. Бірінші, мысалы, сутекті алсақ, біз білеміз, сутек көбінесе +1 көрсетеді. Но көбінесе көрсеткенімен біз оны всегда +1 көрсетеді деп айта алмаймыз, өйткені сутектің -1 көрсететін кездерде болады. Мен ол туралы қазір мысалдарды айтамын. Окей, сутек бізде көбінесе +1 көрсетеді, оттек бізде көбінесе -2 көрсетеді, и дальше бізде бірінші атом элементтері, ол литий, Менделеев кестесінде бірінші топты қарасаңыздар, солардың бәрі бізде тоже +1 элементін көрсетеді. Ол бізде литий, натрий, калий және тағы басқалары. Ал екінші атом элементтері бізде көбінесе +2 көрсетеді. Олар кальций, магний, екінші топтағылар. Потом тағы да бізде жетінші топтағы элементтер, жетінші атомы, галогендер, олар көбінесе -1 көрсетеді. То есть осыларды біз в основном тұрақты деп айта аламыз. Тұрақты дегенде өте көп кездесетін, көре салсаңыз, осы еді ғой деп еске түсіруге болады. Жетінші топ элементтер, олар бізде фтор, хлор, бром, йод. То есть галогендеріміз көбінесе -1 көрсетеді. Но басқа да олардың, конечно, тотығу дәрежелері бар. Енді дальше, қараңыздар, бұларды жазып алыңыздар, именно тұрақты тотығу дәрежесін көрсететіндерді мен дальше айта кетейін. Және де қараңыздар, бізде мынадай реакциялар болуы мүмкін, допустим, кальций қосу, мысалы,
H хлор. Осы кезде бізде шығады кальций хлор 2 плюс H2 деген реакцияны алсақ, бізде кальций жалғыз өзі тұр ғой. Жалғыз өзі. Хотя ол екінші топқа кіреді, біз оның тотығу дәрежесі плюс 2 шығар деп жазуымыз мүмкін, бірақ ол қате болады. Неге? Себебі, егер элемент жалғыз өзі тұратын болса, вот мына жерде кальций өзі ғана тұр, сол 0 тотығу дәрежесін көрсетеді. Элемент жалғыз өзі тұрса, сол 0 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал егер элемент бір заттың құрамында тұратын болса, мысалы, мына жерде кальций хлор 2, осы жерде кальций уже плюс 2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Осы жерден шатаспаймыз. Бірінші, осындай қосылыстар болса, мысалы, HNO3-ті алайық. Осы жерде бізде азоттың тотығу дәрежесін табу керек, өйткені ол көптеген тотығу дәрежелерін көрсете алуы мүмкін. Сонда біз оны қалай анықтаймыз? Біз бірінші ең көп таралған білетін деген тотығу дәрежелерін қойып шығамыз. Ол сутек бізде всегда плюс 1 көрсетеді, көбінесе. И оттек минус 2. Вот осыларды біз білеміз. И азотты табу керек. Былай жасаймыз. Тотығу дәрежесін оның индексіне көбейтеміз. Бізде мынау плюс 1-ді сутектің астындағы индексіне. Ал сутектің астында бізде ешқандай сан жазылмаса, ол 1 деген сөз. Плюс 1-ді 1-ге көбейтеміз, плюс 1. Қосамыз азоттікі x, потому что белгісіз бізге. Азоттікін x қосамыз, плюс оттектікі минус 2 тотығу дәрежесін көбейтеміз оның индексына 3-ке, яғни минус 2-ні көбейтеміз 3-ке, и оны теңестіреміз 0-ге. Вот осы теңдеуді шешу арқылы біз азоттың тотығу дәрежесін табатын боламыз. Хорошо? Дальше қалай шешеміз? Плюс 1 қосу x қосу минус 6 тең 0-ға, демек x бізде тең плюс 5-ке. То есть осы жерде азот бізде плюс 5 тотығу дәрежесін көрсетеді екен. Неше ай дайындайды екен көрсетсем бе деп отырмын. Оның бәрін тоже астында мен айтып кетем. Бұл жерде ентіға дейін, даже енттен кейін де бізде доступтар болады. Так, азоттікін біз таптық, теңдеу арқылы табамыз. Тағы бір мысал көрсетіп кетейін. Мысалы, кальций СО3-те, бізде С-ның тотығу дәрежесін табу керек. Өйткені ол әртүрлі тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін. Бірінші, кальцийдің тотығу дәрежесін айтамыз. Қараңыздар, кальций бізде екінші топқа жататын болғаннан кейін, біз оның тотығу дәрежесі плюс 2 деп жазамыз. Плюс 2. Ал оттектікі бізде минус 2. Міне мен қайталап жатырмын, плюс 2 біз үстіндегі тотығу дәрежесін индексқа көбейтеміз. Кальцийдің астында ештеңе жазылмаса, ол 1 деген сөз. То есть плюс 2-ні көбейтеміз 1-ге, ол өзі плюс 2. Қосамыз, белгісіз біздің тотығу дәрежеміз x-ті. И қосамыз, оттектікі бізде минус 2 көбейтілген 3, ол бізде минус 6-ға тең. И оның бәрін біз 0-ге теңестіреміз. Вот осы 0-ге теңестіру арқылы біз белгісіз заттың тотығу дәрежесін анықтайтын боламыз. Бұл жерде x тең плюс 2 минус 6 ол бізде минус 4. И сол минус 4-ті біз теңнің ар жағына өткізетін болсақ, ол плюс 4 болады. Демек, көміртек бізде плюс 4 дәрежесін көрсетеді екен. Так, плюс 4 дәрежесі. Плюс 4 болады дейді, дұрыс. Так, түсінбедім. Түсінікті ма? Мен тағы бір мысалды көрсетейін, чтобы точно запомнили. Так, тағы бір қиынырақ мысал, давайте, натрий 2SO3-ті алайық. Натрий 2SO3-те бізде күкірт тоже белгісіз болып тұр. Натрий бізде бірінші топқа жатады. Демек, оның тотығу дәрежесі плюс 1. Оттектікі минус 2. И біз табуымыз керек күкіртті. Қалай табамыз? Бірінші, натрийдің тотығу дәрежесін оның индексіне көбейтеміз. Астындағы сан ол 2, Плюс 1-ді 2-ге көбейткен кезде плюс 2 болады. Оған қосамыз белгісізді, табу керек санымыз x-ті. И оған қосамыз оттектің минус 2-сін индексқа көбейткендегі
санды, яғни -2-ні 3-ке көбейтеміз, ол бізде -6. И оның бәрін біз 0-ге теңестіреміз. Өйткені не үшін біз 0-ге теңестіреміз деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені қандай да бір зат болсын, даже обычно суды сіздер алған кезде, ол міндетті түрде 0 тотығу дәрежесін көрсету керек. Демек, оның құрамындағы сутек, оттектің тотығу дәрежелерінің қосындысы 0 болу керек. Сондықтан біз оны 0-ге теңестіріп табамыз. Демек, x-ті тапқан кезде -6-дан -6-ға +2-ні қосқан кезде -4, и -4-ті біз теңнің артына жіберсек, +4 болады. Иә, тағы да +4 дейді. Диас, молодец, дұрыс. Демек, бұл жерде күкірттікі +4 екен. +4. Вот, осылай біз анықтаймыз. Сіздерге түсінікті ме, қалай тотығу дәрежесі анықталатыны? Түсінікті болса, реакциялар қалдыңыздар, мен қараймын. Так, жаңа мен айтып едім, сутек кейбір кездерде -1 тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін деп. Ол қандай кездер екенін айтып кетейін. Мысалы, мына жерде натрий H тұр, иә, гибрид. Натрий H. Егер бізде мынадай қосылыстар болады, бір элементтің просто сутекпен қосылысы, ол бізде болуы мүмкін кальций H2, алюминий H3, олардың бәрін гидриттер деп атайды. Мыналар гидриттер. Аха, түсінікті дейді. Вот, гидриттер кезінде сутек бізде теріс, яғни -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Вот, тек осы кезде. То есть, есімізде сақтау керек. Сутек бізде әрқашан +1 көрсетеді. Тек қана исключение бар. Гидриттер болған кезде ол -1 көрсетеді. Гидрит дегеніміз элементтің сутекпен қосындысы ғана. То есть, бір элемент, бір сутек болатын болса, именно металлмен, ол гидрит деп аталады, и сол жерде ол -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Оттектің тоже бізде -1 тотығу дәрежесін көрсететін жері болады. Оны тоже айта салайын, естеріңізде қалсын, иә. Оттек бізде -1 тотығу дәрежесін көрсетеді пероксидтерде. Мысалы, бізде перокись водорода бар ғой. Перокись водорода, мысалы, H2O2. Вот, осындай қосылыстарда ол оттек бізде -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Пероксидтерде болды. Қалған кездерде ол -2 көрсетеді. Демек, жаттап алу керек. Оттек бізде көбінесе -2 көрсетеді. Почти барлық қосылыстарда. Тек пероксидтерде, пероксидтерде ол -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Түсінікті ғой, шатастырмаймыз. Сутектің қай кезде -1 көрсететінін, и оттектің қай кезде -1 көрсететінін. Хорошо. Енді былай істейміз. Мен всегда айтам, Менделеев кестесін максималды түрде шпаргалка ретінде қолдану керек деп. Өйткені Менделеев кестесінде көптеген информация жатыр. Егер оны сіздер толығымен қолдана алсаңыздар, ол прям шынымен шпаргалка. Мысалы, мынау қазір мен ашып қойғаным, ол бізде по сути ергіштік кесте, иә? Біз осы ергіштік кесте арқылы заттардың тұнбаға түсетін, түспейтінін анықтай аламыз. По сути, оның применениесі сол бойынша. H2O2-ден басқа тағы мысал бар ма дейді. Пероксидтер, мысалы, кез келген қосылыстармен түзілуі мүмкін. Допустим, кальций O2. Осы тоже кальций пероксиді деп аталады. Есть калий 2O2, ол тоже пероксид. Вот любой элементпен просто оның тотығу дәрежесі -1 есептеген кезде осылай -1 қылатындай етіп жазуға болады. Оның бәрі пероксидтер деп аталады. Я сізге түсінікті ме? Басқа мысалдар? Но просто H2O2 дегеніміз ол өте көп таралған пероксид, и өте көп кездесетін тоже пероксид. Есептерде сіздер мынау кальций O2 или калий 2O2-ні в основном кездестірмейсіздер. Именно H2O2-ні сіздер барлық есептерде кездестірулеріңіз мүмкін. Сол үшін осыны айттым. Окей, енді қайттан өзіміздің кестемізге оралайық, иә? Егер сіздер, мысалы, естеріңізден шығып кетуі мүмкін, қандай тотығу дәрежесін көрсетуі мүмкін деген, именно осы кестеде көбінесе көрсетілетін тотығу дәрежелері жазылады, и осыны ашып көруге болады. Мысалы, қандай да бір қосылыс сіздерде беріледі, иә? Кальций OH. И осы жерде сіздер кальций қандай тотығу дәрежесін көрсететін еді деп ұмытып қалған болсаңыздар, осыны ашасыздар да и қарай саласыздар. Міне кальций +2 көрсетіп тұр. Демек, мына жерде тоже +2 көрсетеді. SO3, SO4 дегендер олар бірге жинаған кезде. Түсінікті ғой?
Демек, осы кесте арқылы сіздер көптеген тотығу дәрежелерін қарап алуға болады. Бұл жерде барлығы жазылған. Енді тотықтырғыштар және тотықсыздандырғыштар. Тотықтырғыштарға бізде өте күшті тотықтырғыштық қасиет көрсететін бейметалдар, олар бізде фтор, оттек, хлор көбінесе, одан да басқа бейметалдар. Демек, көбінесе бейметалдар бізде тотықтырғыштық қасиет көрсетеді, ал металдар тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді екен. Енді, егер күрделі заттар болса ше, күрделі заттар құрамында ең жоғарғы тотығу дәрежесін көрсететін металдар немесе бейметалдар бар күрделі қосылыстар бізде тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Яғни, қандай да бір күрделі қосылысты алатын болсақ, қазір айтам, мысалы HNO3-ті алайық, допустим, HNO3-ті алдық, біз жаңа азоттікін есептедік осы жерде. Мынау -2, мынау +1, азот бізде +5. Егер +5 тотығу дәрежесі азоттың ең үлкен тотығу дәрежесі болса, онда осы жерде азот бізде тотықтырғыш болады. Ал егер осы құрамында күрделі заттың, мысалы N10 алайық, -2, +2. Бұл жерде азот уже +2 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр. То есть, егер ол өзінің кішкентай тотығу дәрежесін көрсететін болса, ол тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді, тотықсыздандырғыш болады. Ал егер ол өзінің үлкен тотығу дәрежесін көрсететін болса, ол тотықтырғыш болады. Осы жер түсінікті ма? Күрделі заттардың. Өйткені бұл жерде тоже шатаспау керек. Ол қайсысы қай кезде екен тоже қазір тоқталып өтем. Окей? Демек, бізде тотықтырғыштық қасиет көрсетеді в основном бейметалдар, ал тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді металдар. Ал күрделі заттардың құрамында бізде максималды +5, +6, +7, мысалы хлор бізде +7 көрсетуі мүмкін. Сондай қасиеттер көрсетсе, ол тотықтырғыштық қасиет көрсетуі мүмкін. Ал минусқа түсіп кеткен қасиеттерде болуы мүмкін, сондай көрсетсе, онда ол, мысалы, азоттың минус бізде NH3-те, мынау +1, -3. Азот бұл жерде -3 көрсетеді. Қаттырақ сөйлеңізші дейді. Хорошо, мен қаттырақ сөйлеймін. Азот аммиактың құрамында -3 көрсетеді ғой. Демек, осы аммиакпен әрекеттесетін болса, азот бізде тотықсыздандырғыштық қасиет көрсетеді. Окей, түсінікті болса, енді как раз таки тотығу тотықсызданудың түрлерін айтайық. Тотығу тотықсызданудың бізде 4 түрі бар. Оны сіздер мектепте де айтылған шығар. Но мектепте көбінесе тек 3 түрі ғана айтылады. Мен қазір 4-шісін тоже айтам. Так, тотығу тотықсызданудың бізде 4 түрі бар. Біріншісі молекула ішілік. Демек, мына жерде бірінші теңдеу. Так. Бірінші теңдеуді қараймыз. Ол бізде молекула ішілік түріне жатады. Демек, бізде и тотықтырғыш, и тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін заттар бір молекуланың ішінде орналасса. Мысалы, мына жерде реагенттерде бізде бір-ақ зат тұр ғой. И демек, тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та сол заттың ішінде тұр, ол молекула ішілік деп аталады. Екінші реакциямыз молекула аралық. Демек, біздің тотықтырғышымыз бөлек қосылыста орналасады, тотықсыздандырғышымыз бөлек қосылыста орналасады. Мына жерде бізде екі түрлі қосылыс тұр. Ол бізде молекула аралық. Өйткені ол екеуі екі түрлі молекуланың ішінде орналасқан, Үшіншісі, как раз таки міне перекись водородымыз тұр біздің. Үшіншісі ол диспропорциялану. Диспропорциялану дегеніміз, ол бір элемент өзінің тотығу дәрежесін өзгертетін болса, демек, бір элемент тотықсызданса и тотықса да, ол онда бізде диспропорциялану болады. Так, жаңа бізде сұрақ болды ғой, қайсы тотықтырғыш, қайсы тотықсыздандырғыш екенін біз қайдан білеміз деген. Вот осы сұраққа мен сіздерге қазір айтайын, сол кезде мынау түсініктірек болады. Демек, бізде жаңа тотығу дәрежесін айттық қой. Тотығу дәрежесі егер бізде төмендейтін болса, онда ол бізде тотықсыздану процесі болып табылады. Тотықсыздану. Тотығу дәрежесі төмендеді деген қалай ол? Мысалы, мынау H2O2-ні қарастырайықшы, как раз таки. Мына жерге жазайын. H2O2 өзгеріп тұр O2-ге плюс H2O-ға. Міне,
осы реакцияны қарастырып түсіндірейін, иә. Бірінші тотығу дәрежелерін қойып шығамыз. Мына жерде біз айттық -1 болады, сутек +1 болады дедік. Оттек 0, и мына жерде -2. Мынау сол +1-іміз. Осы реакцияға қарайтын болсақ, біз көріп тұрмыз, оттектің тотығу дәрежесі өзгеріп тұрғанын, иә. Бізде тотықсыздану реакциясы жүру үшін екі заттың тотығу дәрежесі өзгеру керек. То есть, оны біз нәтижесіндегіге қараймыз. То есть, продуктыға қараймыз. Продуктыда екі тотығу дәрежесі өзгерген болса, ол үш тотықсыздану реакциясы болып саналады. Қараймыз. Мына жерде бізде оттектің тотығу дәрежесі өзгеріп тұр. -1-ден оттек 0-ге дейін, және де оттек -2-ден, -1-ден сол оттек -2-ге дейін. Міне, осы жерде қайсының тотығу дәрежесі кемейтін болса, ол процесс тотықсыздану болады. Кемейт дегеніміз міне, -1-ден -2-ге дейін түсіп бара жатыр, иә, біздің осы сандар жүйесінде түсіп бара жатса, бұл как раз таки тотықсыздану процесі болады. Тотықсыздану. Ал үстіндегісі демек тотығу процесі. Осы жер түсінікті ма? Қайсы тотықсыздану, қайсы тотығу и не үшін екен? Демек, тотығу дәрежесі кемейтін болса, тотықсыздану процесс, ал тотығу дәрежесі, наоборот, өсетін болса, ол тотығу дәрежесі болып табылады екен. То есть, минустан плюсқа көтеріліп кетуі мүмкін, 0-ден плюсқа көтерілуі мүмкін, даже мысалы, +2-ден +5-ге көтерілсе, ол бәрі тотығу процесс. Ал керісінше, мысалы, +5-ден +2-ге дейін азайса, или +2-ден -2-ге дейін азайса, оның бәрі тотықсыздану процесі. Ал басында айтып кеткендей, бізде тотықсыздану процесіне түсетін зат тотықтырғыш болады. Мынау тотықсыздану процесі, демек, мынау тотықтырғыш ТТШ. Ал тотығу процесіне түсетін зат бізде тотықсыздандырғыш ТСШ, мынау ТТШ. Окей, осы жер түсінікті ма? Түсініксіз болса, мен қайтадан бірақ басқа примермен үш көрсетемін. Түсінікті. Қаттырақ сөйлей аласыз ба дейді, микрофонмен проблема болып тұрау. Мен қатты сөйлеп жатырмын, так, наушник тағып көрсеңіздер, өйткені наушникта жақсы естіледі екен. Но мен қаттырақ сөйлеуге тырысамын, хорошо. Онда қазір сіздер мынаны жазып алыңыздар, бұл міндетті түрде білу керек зат, то есть шатаспау үшін. Демек, тотығу дәрежесі түсетін болса, ол процесс тотықсыздану, ал тотығу дәрежесі көтерілетін болса, ол процесс тотығу. Вот осы арқылы біз білеміз. Енді жаңа тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш қайсысы екенін айтылды. Соған байланысты төрт түрін тағы бір түсіндіре аласыз ба дейді. Хорошо, онда былай жасайық. Так, мен мына жерге жазайыншы. Йод 2 қосылған H2S, H йод қосылған S. Тағы бір рет түсіндірем. Қараңыздар, біз реакцияны аламыз, тотығу-тотықсыздану екенін білу үшін де, в целом теңестіру үшін біз аламыз да, каждыйның бірінші тотығу дәрежелерін қойып шығамыз. Біз айттық, міне, йод жалғыз өзі тұр. Біз айттық, элемент жалғыз өзі тұрса, тотығу дәрежесі 0 болады деді. Бұл жерде еще күкіртіміз тоже жалғыз тұр, 0. Все, нольдарды таптық. Оларды бірінші қойып шығамыз. Енді қалғандардың тотығу дәрежелерін қоямыз. Сутек бізде +1, көбейтеміз +2, демек, мынау оған қарама-қарсы -2 тотығу дәрежесін көрсетіп тұр, сульфид. Енді мына жерде ше йод, сутек бізде +1, йод оған қарама-қарсы -1. Вот, біз бірінші тотығу дәрежелерін қойып шықтық. Енді біз тотығу дәрежесі өзгерген заттарды қараймыз. Егер ондай тотығу дәрежесі өзгермесе, онда ол тотығу-тотықсыздану реакциясына жатпайды. Бірінші бізде йодтікі міне өзгеріп тұр, 0-дан йод -1-ге дейін. Және де өзгеріп тұр бізде күкірттікі -2-ден күкірт 0-ге дейін. Енді қараңыздар. Мен жаңа айттым, тотығу дәрежесі түсетін болса, ол бізде тотықсыздану процестерін, тотықсыздану. Ал тотығу дәрежесі көтерілетін болса, ол бізде тотығу процесі дедім. Тотығу. Оны қай жерден қараймыз? Міне, қараңыздар. Мына жерде, то есть, стрелкаға дейін, теңге дейінгі тотығу дәрежесіне қараймыз. Біріншісінде йод бізде 0, я? Демек, ол жерде оның тотығу дәрежесі 0-ден
минус 1-ге дейін ауысып тұр. Ол бізде не істеп тұр? 0 минус 1-ден үлкен. Демек ол азайып тұр, иә? Міне, тотығу дәрежесі оның кеміп тұр, иә? 0-ден минус 1-ге дейін. Онда бұл процесс, именно осы йодтың өзгеру процесі бізде тотықсыздану процесі. Тотықсыздану. Шатаспау керек. То есть восстановление. Орысша айтайықшы. Восстановление, ал тотығу окисление. Ол кезде шатаспаймыз. Тотықсыздану. Бірақ ол тотықсыздану процесіне түскенімен, мынау йод бізде өзі тотықтырғыш. То есть ол окислитель восстанавливается, ал восстановитель окисляется. Өйткені олардың атаулары бір-біріне қарама-қарсы болу керек. Солай жаттаймыз. Демек, тотығу дәрежесіне қарап, біз қандай процесс екенін анықтадық. Енді күкірттікін қараймыз. Күкірттікі уже минус 2-ден 0-ге дейін ауысып тұр. Минус 2 0-ден кіші, демек тотығу дәрежесі оның көтеріліп тұр, иә? Көбейіп жатыр. Тотығу дәрежесі көбейіп жатса, ол процесс бізде тотығу процесі болады екен. Демек, осы күкірттің ауысу процесі бізде тотығу процесі. Ол өзі тотығу процесіне түскенімен күкірт өзі тотықсыздандырғыш болады. То есть восстановитель окисляется. Процесс окисления, но күкірт восстановитель болып табылады. ТСШ. Демек, бірінші шатаспау керек жері ол бізде процестің атауымен сол заттың атауынан. Процесті біз тотығу дәрежесіне қарап анықтаймыз. Тотығу дәрежесі азайса ол тотықсыздану процесі, ол процесс. Ал тотығу дәрежесі көбейсе ол тотығу процесі. Ал өзінің не екенін ол процеске қарап анықтаймыз. Мысалы, йодымыз бізде тотықсыздану процесіне түссе, өзі тотықтырғыш болады, оған қарама-қарсы. Ал күкіртіміз бізде тотығу процесіне түсіп тұр, бірақ өзі тотықсыздандырғыш болады. Шатасу өте оңай бұл жерде. Дейсіздер, түсінікті дейді. Окей, түсінікті болса, мен өте қуаныштымын, өйткені мынаны шынымен бір түсініп алсаңыздар, естеріңізде қалатын зат. Окей, түсінікті дейді. Түсінікті. Демек, біз енді білеміз тотықтырғыштың не екенін, тотықсыздандырғыштың не екенін, иә? И оны қалай анықтау керек екенін тоже білеміз. Енді мен түрлеріне айта берейін. Түрлеріне қайттан келейін. Так, мынау артықтарын алып тастайық. Түрлері. Тотығу-тотықсызданудың бізде 4 түрі бар. 4 түрі бар. Бірақ мектеп программасында менің көруім бойынша ол жерде 3 түрін ғана көрсетеді тотығу-тотықсызданудың. Олар көбінесе, олар в основном мынау и мынау. Осы түрлерін мектепте көрсетеді, ал сопропорциялануды мектепте айтпайды екен. Так, мынау бірінші процесстікі, мынау екінші процесстікі, мынау үштікі, ал мына екеуі төрттікі. Но мен сіздерге айтып кетем, чтобы вы просто знали, иә? Бірақ мектепте келмейтінін тоже білесіздер. Демек, біріншісі молекула ішілік. Молекула ішілік дегеніміз жаңағы тотықтырғыш та, тотықсыздандырғыш та екеуі де бір қосылысының ішінде орналасуы керек. Сол кезде ол молекула ішілік болады. Міне, оған мысал ретінде бізде бірінші реакция теңдеуіміз тұр. Натрий NO3 ыдырап тұр натрий NO2-ге и және O2-ге. Егер біз осы реакцияны қарайтын болсақ, мына жерге қарайықшы, натрий NO3 ыдырап тұр натрий NO2-ге және O2-ге. Тотығу дәрежелерін қоямыз. Мынау минус 2 натрий бізде плюс 1, өйткені бірінші топ элементі. И азотты табу керек. Ол бізде так плюс 1 плюс x плюс минус 6 тең 0. Демек, бұл плюс 5. Вот, азоттікі плюс 5. Дальше, мына жерде минус 2 плюс 1 азоттікі бұл жерде уже плюс 3 тотығу дәрежесін көрсетеді. Ал оттек жалғыз тұрғаннан кейін минус 2. Тотығу дәрежелерін қойдық. Енді қараймыз. Тотығу дәрежелері өзгерген бізде ненікі? Азоттікі өзгеріп тұр, я? Азот бізде плюс 5-тен өзгеріп тұр. Азот плюс 3-ке дейін, және де оттек бізде минус 2-ден өзгеріп тұр. Оттек 0-ге дейін. Демек, осы тотығу дәрежелері өзгерген екі зат бір қосылыстың құрамында орналасып тұрса, міне ол бір қосылыстың құрамында орналасып тұр. Ол молекула ішілік деп аталады. Түсінікті ғой? Ал егер осы тотығу дәрежелері өзгерген екі затымыз, допустим, бір заттың ішінде емес, натрий NO3-тің емес, бөлек-бөлек орналасса, вот екінші мысалда сияқты. Бұл жерде йодтың тотығу дәрежесі өзгеріп тұр, и күкірттікі өзгеріп тұр, по сути.
Егер екеуі бөлек-бөлек екі түрлі заттың ішінде болатын болса, ол молекула аралық деп аталады. Енді ең қиындарына қарайық, өйткені ол жерде шатасып кету өте оңай. Ол бізде диспропорциялану және сопропорциялану. Диспропорциялану және сопропорциялану. Олар бізде бір-біріне ұқсас заттар, біріншіден айта кететіні. Олар бір-біріне ұқсас. Демек, диспропорцияланған кезде де, сопропорцияланған кезде де бізде бір ғана элементтің тотығу дәрежесі өзгереді. Жаңа біз H2O2-ні жаздық қой, соны қайттан жазайын. Міне H2O2 ыдыраған кезде оттекке ыдырайды және суға ыдырайды. Енді тотығу дәрежелерін қараймыз. Мынау -1, ал судікі +1. Оттек жалғыз тұрғаннан кейін 0, ал суда бұл жерде -2. Осы жерде бізде оттек -1-ден оттек 0-ге дейін ауыстырып тұр. Және де оттек -1-ден оттек -2-ге дейін ауысып тұр. Қайтадан түсіндіресіз бе дейді Алина. Қазір мен диспропорциялану және сопропорциялануды айтып алайын, сосын түсіндірем, жақсы ма? Қайтадан түсіндірем, қайттан. Окей, қараңыздар, осы реакцияда бізде оттек -1-ден 0-ге дейін және оттек -1-ден -2-ге дейін өзгеріп тұр. Демек, өзгеріп тұрған, по сути, тек қана оттек. Егер жалғыз зат өзгеретін болса, жалғыз элемент. Жаңа бізде екі түрлі азот және оттек өзгеріп еді, күкірт және оттек өзгеріп еді. Но бұл жерде тек бір ғана элемент өзгеріп тұр, тек оттек. Ондай процесті біз диспропорциялану деп айтамыз. Демек, диспропорциялану реакциясында и тотықтырғыш, и тотықсыздандырғыш бір элемент болып табылады. Түсінікті ғой. Ал енді екеуінің между собой айырмашылығы диспропорциялану және сопропорциялану. Диспропорциялануда, мысалы, ол теңге дейін бір ғана элемент түрінде орналасады. Бір ғана оттегіміз тұр, теңге дейін, сол өзгеріп тұр. Ал сопропорциялануда, хоть ол бір элемент болғанымен, ол екі түрлі, екі рет жазылады. Короче, осылай жаттап алайықшы. Диспропорциялануда тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта бір элемент, оны түсіндік мына жерде мысалда. Бірақ ол бір-ақ рет жазылады диспропорциялануда, ал сопропорциялануда ол элемент екі рет жазылады. Все, осылай жаттасаңыздар болды. Окей, енді диспропорциялану және сопропорциялану түсінікті болса, жаңағы молекула ішілік және молекула аралықты тоже жай сөзбен айтып кетейін, түсініксіз болып жатыр екен. Сонда қараңыздар, молекула ішілікте, в общем, тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта бір қосылысының ішінде орналасады. Все. То есть теңге дейін бізде көбінесе осылай, мысалы, мына жердегі сияқты, теңге дейін бір ғана үлкен қосылысымыз тұрады. Бітті. Соның ішіндегі екі элемент тотығу дәрежесі өзгеріп тұр. Ал молекула аралықта олар екі түрлі элементтің ішінде орналасады. Екі түрлі қосылыстың ішінде орналасады. Все, солай жаттаймыз. Молекула ішілік, демек ол бір молекуланың ішінде, атында айтылып тұрған сияқты. И тотықтырғыш, и тотықсыздандырғыш. Ал молекула аралық, ол екі түрлі молекуланың ішінде, арасында. Қараңыздар. Осылай айтсам түсінікті ме? Дальше мен тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш дегенді әлі көп айтам, қайттан көбірек қайталаймын. Просто мына жерде айырмашылықтарын түсініп алсаңыздар болды қазір. Сол маңызды. Так, печатает дейді. Окей, күте тұрайын. Вот. Демек, диспропорциялану, сопропорциялану бірге жүреді. Молекула ішілік, молекула аралық бірге жүреді. Вот, түсінікті. Енді дальше айта берейін. Түсініксіз болса сіздер сұрай беріңіздер, мен оқып қайталай берем. Так, мұнаған тоқталамыз ба, тоқталмаймыз ба, көрейік. Қараңыздар, тотығу тотықсыздану реакциясына жататын реакцияларды көрсетіңіздер дейді. Демек, тотығу тотықсыздану реакциясына жату үшін ол жерде жаңа айтқандай и тотығу процесі жүру керек. Бір зат өзінің электронын беру керек. И тотықсыздану процесі жүру керек. Ол өзіне электрон қабылдап алу керек. Ол қалай жүреді? Мысалы, мына жерде бірінші реакцияны қарайық. Калий йод қосылған бром 2. 2 калий бром 2 калий бром
қосылған йод 2. Біз бірінші жаңа айтқандай, всегда тотығы тоғыздан жасап жатқан кезде дәрежелерін қойып шығамыз, тотығы дәрежелерін. Калийдікі бізде +1, йодтікі оған қарама қарсы -1. Элемент жалғыз өзі тұрса, 0 қоямыз, осы жерде мүлде шатаспау керек. Элемент жалғыз өзі тұратын болса, әрқашан оның тотығы дәрежесі 0. Бұл жерде бізде бром жалғыз өзі тұр, йод жалғыз өзі тұр, екеуі 0, 0. Окей. Енді мына жерде калий бізде +1, бром -1. Вот. Енді қайсысының тотығы дәрежелері өзгергенін жазамыз. Бізде не өзгеріп тұр? Йодтікі өзгеріп тұр, -1-ден йод 0-ге дейін, және бромдікі өзгеріп тұр, 0-ден бром -1-ге дейін. Егер осылай тотығы дәрежесі өзгергендерін жазған кезде сіздерде екеу шықса, міне бізде екеу шығып тұр ғой, мынау и мынау. Онда ол тотығы тотықстану реакциясына жатады. Ал егер тотығы дәрежесі өзгерген зат бізде біреу-ақ болса, допустим, мына жерде бромдікі өзгермей қалған болса, допустим, онда ол бізде тотығы тотықстану реакциясына жатпайды. Демек, ол жату үшін міндетті түрде астына біз жазған кезде екі қатар жазуымыз керек. Так, тотығы тотықстану реакциясына жататын реакциялар қандай болатыны түсінікті ма? Тоже жазасыздар. Демек, тотығы тотықстануға жату үшін біз айттық, ол екі түрлі, не обязательно екі түрлі элемент, жаңа біз диспропорционалда көрдік қой. Бірақ дәрежесі өзгерген заттар осылай екі қатарда жазылу керек. Біз өстіп жазып атқан кезде. Окей, түсінікті. Енді, как раз таки біз осы бойынша реакцияларды теңестіріп көрейік. Бұл енді тоже қиын. Прям тыңдап алып отырыңыздар. Моменте сразу сұрақтарды қойып, потому что бұны бір түсінбесеңіздер, дальше кете бересіздер, түсінбей. Енді қиынырақ бір не, қараңыздар, мына жерде реакциялар, в принципе, кішкентай реакция емес, қиынырақ есептерін аламыз. Так, мысалы осы бірінші реакциясын ала берейік. Марганец SO4 қосылған калий марганец O4 қосылған H2O. Шығады бізде марганец O2 қосылған калий 2SO4 қосылған H2SO4. Енді бірінші біз не істейміз? Бірінші әрқашан тотығы дәрежелерін қойып шығамыз. Тотығы дәрежелерін қоямыз. Мына жерде бізде марганецтікі +2, оттектікі -2, күкірттікі +6. Мен сразу есептеп жазып тұрмын. Сіздер оны өздеріңіз теңдеуме есептеп тексеріп отырыңыздар. Ал мына жерде калий бізде +1, оттек -2, марганец +7. Судыкі -2 +1, дальше марганец O2, мында -2, мынау +4. Мына жерде оттек -2, калий +1, ал күкіртіміз демек +6. Мына жерде -2, +1, +6. Вот, біз бірінші тотығы дәрежелерін қойып шықтық. Химияны түсінсеңіздер, ол өте күшті негізі, шынымды айтсам. Вот, шынымен. Қызық. Вот, тотығы дәрежелерін қойып шықтық. Енді біз тотығы дәрежелері ауысқандарын жазып шығамыз. Бұл жерде біз көріп тұрғандай, міне, марганецтің тотығы дәрежесі +2-ден ауысып тұр +4-ге дейін. Міне. И тағы да бір марганеціміз +7-ден ауысып тұр +4-ге дейін. Тағы да айта кететін жайт, стрелкаға дейін тұрғандар бөлек жазылу керек, стрелкадан кейін тұрғандар бөлек жазылу керек. Тотығы дәрежелерін қандай екен қайдан білеміз дейді. Бізде тотығы дәрежелерін в основном біле аламыз. Мына кестеден, бұл жерде көбісінікі жазылған үстінде. Міне марганецтің +2 екені жазылып тұр. SO4-тің, если біз оны бірге алатын болсақ, қалғандары осы жерден, көбісін осы жерден таба аламыз. Одан бөлек, жаңа мен айтып кеткендей, тұрақты тотығы дәрежесін көрсететіндер бар. Көбінесе, мысалы, оттек -2, оны жаттап алу керек, сутек +1, бірінші топ элементтері олар тоже +1 көрсетеді.
екінші топ элементтері плюс 2 көрсетеді, бұлар всегда көрсететіндер в основном, иә. И жетінші топ элементтері бізде минус 1 көрсетеді. Вот, осыларды жаттап алсаңыздар, қалғандарын теңдеу арқылы табуға болады. Так, түсінікті ғой. Енді, теңдеу арқылы қалай табу керек екенін, видимо, соңынан қосылдыңыз, қазір біреуін көрсете салайын. Мысалы, міне біздің марганец SO4-імізде тотығу дәрежелерін біз қалай қоямыз? Оттегіміз минус 2 екенін айттық, оны білеміз, иә? Енді марганецті білу керек. Мына кестеде бізде марганец бар, плюс 2 екенін көрсетіліп тұр, демек соны жазамыз. Марганец плюс 2. И күкіртті анықтаймыз. Иә, міне, мысалы, бір элемент әр жерде әртүрлі ғой. Бізде кейбір элементтер көбінесе әртүрлі болмайды. То есть, или көбінесе осындай тотығу дәрежесін көрсетеді деп тұрып табамыз. Жаңа айттым ғой, оттегі бізде көбінесе минус 2 көрсетеді, но басқа да примерларда, мысалы, H2O2-де ол минус 1 көрсетеді. Но, тем не менее, ол көбінесе минус 2 көрсетеді, демек біз басқа примерлерге исключениеден басқасына минус 2-ні жазамыз. Бұл жерде, мысалы, күкіртіміз әр жерде әртүрлі көрсетуі мүмкін. H2SO3-де ол басқа көрсетеді, SO2-де басқа тотығу дәрежесін көрсетеді, S-да басқа тотығу дәрежесін көрсетеді, иә? Вот соны біз нақты, вот S всегда плюс 2 деп тұрып жаза алмаймыз. Оны X деп алып есептейміз. Есептеген кезде білуіміз керек, осындай үлкен қосылыстардағы әр элементтің тотығу дәрежесінің қосындысы 0-ге тең болу керек екен. Демек, оны қалай жазамыз теңдеуімізді? Марганеціміз плюс 2, тотығу дәрежесін оның индексіне көбейтеміз, ол 1, плюс 2 қосу X, тоже S-ның астында ешқандай тотығу дәрежесі, скрин жасап алыңыздар. Окей. Марганецтікі плюс 2, күкірттікі X дедік, оттектікін минус 2-ні индексіне көбейтеміз, минус 8 плюс минус 8 тең 0. Вот, осы жерде X-ті табу арқылы біз күкірттің тотығу дәрежесін табамыз. Бұл жерде X-іміз плюс 6-ға тең. Сондықтан мен плюс 6 деп жаздым. Түсінікті ғой? Енді дальше істейміз. Дальше, міне, мен тотығу дәрежесі өзгерген екі қатарды жаздым. То есть, біреуі тотығу процесі, біреуі тотықсыздану процесі. Оны тоже жаңа айттым, қалай анықтайтынымызды. Мына жерге тоже жазып қояйын, чтобы естеріңізге түсіру үшін. Так. Демек, тотығу дәрежесі өсетін болса, ол тотығу процесі деп аталады. Ал тотығу дәрежесі кемитін болса, ол тотықсыздану процесі деп аталады. Тотықсыздану. Міне, процестерді осыған қараймыз. Енді мына жерде қайсысы қандай процесс екенін анықтаймыз. Біріншісінде марганец плюс 2-ден өзгеріп тұр плюс 4-ке дейін. Демек, оның тотығу дәрежесі өсіп тұр, иә? Плюс 4 плюс 2-ден үлкен. Қараймыз, тотығу дәрежесі өссе, ол процесс тотығу деп аталады екен. Оны жазып қоямыз. Бірақ біз жаңа айттық, процесс тотығу болғанымен ол зат бізде ТСШ, яғни тотықсыздандырғыш болады. Енді екіншісі, марганец плюс 7-ден плюс 4-ке ауысып тұр. Бұл жерде плюс 7 плюс 4-тен үлкен, демек тотығу дәрежесі азайып тұр керісінше. Ол процесс тотықсыздану болып аталады. Ал процесс тотықсыздану болса, өзі тотықтырғыш, ТТШ. ТСШ дегеніміз тотықсыздандырғыш, ТТШ дегеніміз тотықтырғыш. Дальше біз не істейміз? Біз осы жерге дейін уже неше рет айттық, енді дальше не істейміз? Дальше біз кімнің қанша электрон беріп, кімнің қанша электрон қабылдап алғанын жазамыз. Оны қалай анықтаймыз? Мына біріншісінде біз тотығу процесі дедік. Тотығу ол демек электрон беру. Қанша электрон берді? Ол плюс 2-ден плюс 4-ке жету үшін бір электрон берсе, оның дәрежесі плюс 3 болады. Екінші электрон берсе, плюс 4 болады. Плюс 4-ке дейін ауысты, демек ол 2 электрон беріп жіберді. Соны жазамыз. Егер электрон беріп жіберді дейтін болсақ, біз оны минус деп жазамыз. Минус 2 электрон. То есть, өзінен минус 2 электрон қылдырып жіберді. Ал енді электрон қабылдап алғанын санаймыз. То есть, бір электрон марганец қабылдап алса, плюс 7-ден плюс 6-ға өзгереді. Екінші электрон қабылдап алса, плюс 6-дан плюс 5-ке өзгереді. Тағы электрон қабылдап алса, плюс 5-тен плюс 4-ке өзгереді.
міне видите, плюс 4-ке жеттік, демек ол 3 электрон қабылдап үлгерді өзіне. Қабылдап алуды біз плюс 3 электрон деп жазамыз. Вот, қараңыздар, осы жер түсінікті ма? Осы жері түсінікті болу керек міндетті. Осы жерде шатаспау керек. Дальше. Осылай кімнің қанша электрон беріп, кімнің қанша электрон алғанын жазып алғаннан кейін біз уже коэффициент қоюымыз керек. В целом, осы тотығу тотықстанудың целі, мақсаты коэффициенттерді қою, теңестіру. Өйткені, қараңыздар, мысалға алған даже примеріміз өте үлкен, и біз оны просто қарап тұрып теңестіру өте қиын болады. Сондықтан біз осы тотығу тотықстануға жүгінеміз. Түсінікті дейді. Түсінікті болса жақсы. Онда былай жасаймыз. Дальше. Марганец плюс 2, яғни тотығу процесінде кеткен электрон санын, яғни мына минус 2 деген, 2-ні біз аламызда тотықсыздану процесінің жанына қоямыз. Ал тотықсыздану процесіндегі электрон санын тотығудың жанына қоямыз. То есть, үстіндегі санды астына кеп қоямыз, астындағыны үстіне x қылдырып қойып шығамыз. Дальше біз не істейміз? Мынау 3 дегеніміз, демек, мына заттың алдында тұратын коэффициент. И оны аламыз да, мына жерге апарып қоямыз. Потому что марганец плюс 2 тұрған қосылыстың алдына осы қойылу керек. Ал мынау 2, ол марганец плюс 7 тұрған жердегі қойылатын коэффициент. Соны апарамыз, қайда марганец плюс 7, ол мына жерде тұр. 2. Енді дальше өзіміз қараймыз. Мені марганецтер теңге дейін бізде нешеу болды? Мына жерде 3 марганец, и оған қосылады 2 марганец 5-еу. Демек, теңнен кейінгі марганецтің алдына 5-ті қоямыз. Түсінікті ғой? Мына жерде марганец 3-еу еді. Жанына мынау 2 марганеціміз бар. Общий 5-еу. Сондықтан теңнен кейінгі марганецтің алдына 5 қоямыз. Демек, марганецтер саны теңесті. Дальше қараймыз. Калийіміз бар. Калий 2-еу. Мына жақта калий тоже 2-еу. Ол теңесіп тұр. Енді күкірттерді қараймыз. Міне, күкіртіміз мына жерде 3-еу. Ал мына жақта күкіртіміз міне 1-еу, 2-еу. Демек, мен мына жерге 2 қоям. Потому что, если мен мына калий 2 S4-тің алдына 2-ні қойсам, калийдің саны өзгеріп кетеді. Сондықтан мен ол жерге қоймайым. Өйткені калийіміз и так теңесіп тұр. Сондықтан H2S4-тің алдына қоям, сөйтіп бізде күкірттеріміз теңеседі. Күкірттеріміз 3-3-те. Енді сутегіміз бізде мына жерде 4-еу, демек мына судың алдына қоям, бітті. Осымен барлығы теңесіп тұр. Толығымен теңескен, теңеспегенін анықтау үшін мен оттектерін санайым. Эфир сақталады. Оттектерін санайым. Қалай санаймыз? Коэффициент, оның индексіне көбейтіледі. Демек, мына жерде бізде барлығы, именно марганец S4-тің құрамында бізде 12 оттек. Оған қосамыз. Калий марганец O4-тің құрамында даусым жай шығып жатса, наушник тағыңыздар, солай жақсырақ екен. Менде сондай проблема болып тұр техникалық. Но мен қаттырақ сөйлеуге тырысам тағы да, Калий марганец O4-тің құрамында бізде тоже коэффициентті көбейтеміз индексіне 8 оттек, и қосамыз судың құрамында бізде 2 оттек. Олардың барлығы 28, Демек, теңге дейін оттектің саны бізде 28. Енді теңнен кейінгіні санаймыз. Ол марганец O2-ның құрамында 5-ті көбейтеміз 2-ге. 10 оттек. Қосамыз калий 2 S4-тің құрамында 4 оттек. Қосамыз, ойбай, мен 28 дедім ме? 12, 8, 2. Мынау қате. 12, 8, 2, ол бізде 22. Мына жақта 10 қосу 4, міне калий 2 S4-те 4 оттек, и H2 S4-те бізде 8 оттек. 10 қосу 4 қосу 8 тоже 22. Егер соңында оттектердің саны бір-біріне теңесетін болса, демек, ол в целом реакциямыз теңесті деген сөз. 22 кеме шатасып кеттім, дұрыс, молодцы. Так, демек, бұл реакцияда мына жерде 3, мына жерде 2, мына жерде 2, мында 5, мында жоқ, и мында 2. Вот, тотығу тотықсызданумен теңестіру, осылай. Сіздерге түсінікті ма? Қараңыздар. Түсінікті болса, мен тағы бір пример көрсетейін, келесісін, и сонымен прям точно түсініп алайық соңына шейін. Түсінікті ма сіздерге?
Осыны тіпті скрин жасап алыңыздар. Вот. Все. Так. Бұл әдіс бізде электронды баланс әдісі деп аталады. Вот менің қазір тотығы көрсеткенім ол электронды баланс әдісі. Бірақ оның тағы бір әдісі бар, тотығудың. Ол ионды электронды баланс деген. Мен оны қазір айтсам 2 сағат, 3 сағат отырып кетеміз, поэтому оны енді БМЛ-ға келіп менен сұрасаңыздар болады. Мен ол жерде түсіндірем.